Сәлем достар. Бүгін біз Малика екеуміз бірге 24 сағат ұйықтамайтын боламыз. Сондықтан бұл челлендж болатын болады. Сондықтан лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Достар, сағат қазір 11-ден кетті. Және де қазір Малика екеуміз магазинге барайын деп жатырмыз. Магазиннен біз өзімізге чипсы, сок, сондай жейтін тағамдар алатын боламыз. Және де Малика екеуміз таңға дейін ұйықтамайтын боламыз. 24 сағат. Және де екеуміз бірге кино көріп, өзіміздің жеке істерімізбен бірге айналысатын боламыз. Сондықтан соңына дейін көріп кетіңіздер. Қазір үйдің қасындағы магазинге баратын боламыз. Және де бүгін күн өте суық болып тұр. Сондықтан спортивка киіп алдық бәріміз. Және де бағана далада өте қатты жел соқты, жаңбыр жауды, прям қатты. Және де аздап найзағай соқты. Достар, менің тапчикама мән бермей қойыңыздар. Өйткені біз главный көшеде емеспіз. Үйлердің ортасындағы көшедеміз, сондықтан бұл жерде ешкім көп жүрмейді. Сол себепті осындай тапчикамен шыға салдым. Негізі мен всегда жасанып киінетінмін. Бірақ осы жолы что-то еріндім, және де не знаю. Достар, қазір ғана найзағай соқты. Мына бізде Маликам. Достар, біз міне магазинге келдік. Точно мына жақ емес. Вот мына жақ деп. Вот мына жақ деп. Біз сок алмайтын боламыз. Өйткені Малика мохито жасайтын болады. Мамамыз спрайт алып келген болады. Достарынан қараңыздар, мен бірінші рет көріп тұрмын. Бұл не? Dark with a white lime sauce дейді. Че-то? Андай жасылы да бар, сарысы да бар екен, прикольно. Достар, біз магазинге кіріп, видео түсіріп, жүргеледік, обзор жасап. Там хозяйкасы бізге ұрсып тастады, неге видеоға түсіріп жүрсіңдер, рұқсат сұрамайсыңдар ма? Там что-то там. Тек қана осындай чипсы алдық, лейс. Өйткені басқа ештеңе алуға қатуға. Маликаның өзі алғысы келген ештеңе. Потом тағы да кеп ұрысты ғой бізге, кәдімгідей неге түсіресіңдер. Достар, біз жеке келдік, және де мен қазір математикадан тапсырмаларымды орындап тастауым керек. Ол менде 2 сағаттан көп алады. Вот, реально, күн сайын мен кешке жатар алдында үнемі осы математиканы жасаймын. Өйткені мен онлайн курсқа қатысамын. Просто бес. Мысалға, бір күн жасамасам, менің мамама ескертіп тұрады. Сразу жасамасам уже, бот мамама жазады. Сіздің қызыңыз Мерей Мұхаммадей бүгінгі тапсырманы орындамады. 60 тапсырмадан 100 тапсырмаға дейін орындайын вот қазір. Вот осылай үнемі онлайн жасап, вот Сафаридан үнемі осындай программаға кіремін. Бұл курс ето сенің тапсырма орындағаның үшін ақша төлейді саған. Сен өзің орындағаның үшін. Вот мен марттан ба, апрельден ба бері курсқа қатысып жүрмін. Соның барлығын қосқан кездегі мен 16.449 теңге жинадым. Bir күндік тапсырманың орындағаның үшін 150, 200 әртүрлі бағада береді. Ал мен соның 15.392 теңгесін шығарып алған болатын. Оны Каспиға шығарып алға болады. Мен кейде читер жасайтыным бар, сондықтан мән бермеңіздер. Вот мен осындай осы өстіп, черновикқа жазып тұрып жасаймын, қараңыздар. Надо басым, көзім ауыр кетеді, көрсем болды. И то бұл осындай 2 бет қана емес. Қазір сіздерге көрсетем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 bet mende. Бұл вроде достар, бұл вроде шілденің ортасы или шілденің басынан ғана санағанда дәптерім. Ал менде қазір бір дәптер бар. Вот осы дәптер сіздерге қазір көрсететін боламын. Бұл енді мен ең басынан басталғаным. Ой, мына бетке қарамай қойыңыздар бет. До того мен осындай бетіне дейін шығарып кеткен ғой. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Міне, осы беттен басталады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 45, 46 бет. Вроде сіздерге. Қазір мен осы жартысын математика жазып жетіп боламын, ал жартысын кино көргенде математика екеуміз. Ол қазір мохито жасайды, мен соны сіздерге қазір көрсететін боламын. Және де мен қазір Маликаның телефоны алып тұрдым, өйткені менің телефонымда мен қазір математика орындайтын боламын. Мен қазір мынандай тақырыптамын. Көп мүшені стандарт түрге келтіріңіз. Вот. Сіздерге. Және де мен түрге мән бермей қойыңыздар, мен үнемі аяғымды көтеріп отырған адам, тамақ ішкенде де сабақ оқығанда да, енді мектепте әрине көтеріп отырған адам, және де мен түрме өтініш қарамай, және де мен түрме өтініш мән бермей қойыңыздар, өйткені мен просто мен дұрыс көрмейді. Орындап болдым. Енді қазір бетуғымызды жуып, уход жасайтын боламыз. Қазір енді мохито жасайтын болады. Мамамдар болса ұйықтап қалды, сағат 12-ден кетті. Достар, мен міне бетуғымды жуып, уходымды жасап келдім. Енді қазір Маликаға барып көрейік, не істеп жатыр екен. Мамамдар бізде бәрі ұйықтап қалды. What's hurting? Sprite. Неге мынау жып-жылы? Білмеймін. Қараңыздар достар, Малика осы ютубтан қарап рецептің бәрін
өстіп жасап тастады. Где-то 10 минуттың ішінде, 10 минут болмай. Қазір дәмін татып көретін боламыз. Достар, сіздерден кім наследникке деген драма көрген? Мен қазір осындай драманы көріп жүрмін. Бұл негізі бұрын шыққан драма. Қай жылғы екенін ұмытып қалдым. Негізі мен бұдан көп естігемін, және бұл драманы білетін болатын, бірақ көрмей жүрген болатын. Білмеймін, ұнамай маған, бірақ бір күні осы тиктоктан көріп қалдым бөлімін. Маған өте ұнап қалды, сосын сразу наследникке көре бастадым. Уже где-то 2-3 күн ғана болған шығар менің көргеніме, ал уже 13-ші сериясындамын. Маған өте қатты ұнап қалды. Сіздерден кім тоже көрді, және де сіздер драма көресіздер ма? Достар, қазір үстіп өзімізге қиып аламыз. Мен келсем, Малика деген уже ішіп алып отыр. Наклейкаға мән бермей қойыңыздар. Бұл обычная наклейка. Және де қазір Малика бізге екеуміз стендап көретін боламыз. Көбінесе оны Малика көреді, мен өте қатты көп көре бермеймін, сондықтан Малика осыны қосады, соны көреміз. Бірінші рет көрейін деп Сағат где-то 2-ден кетті. Біз мақта мохито ішіп отырмыз. Достар, осындай темада көріп жатырмыз. Телефон чуть-чуть повыше держишь, все, у тебя глаза большие, щеки худые, второй подбородок спрятан за первым. Такой, ты знаешь, тикток. Достар, кім тоже стендап көреді, тоже комментария қалдырып кетіңіздер, және де стендап не екенін білесіздер ма? Достар, не, сөйтіп біз бітіріп тастадық. Енді қазір екінші уже стендапты көрейін деп жатырмыз. Қазақша ол уже бізде 30 минут. Мен ойымша вообще ол движение пилоттан басталып келатқан сияқты вообще. Достар, сағат уже 3-тен кетті, біздің маркетингімізді ұйқымыз келіп, прям шаршап отырмыз, что-то. Прям жаман қатты ұйқымыз келіп жатыр. Есті жауал, бүйтіп қарап қалсам, ана адам дедім, да? Бүйтіп қарап отырмын, былай... Достар, біз светті өшіріп қойдық. Свет сіз көрген, мне кажется, более атмосферно. Болмайды ғой, түп тастап өтуге. Мен ойымша еще басқан сияқты от души. Өйткені бір кездер самолетті оң жаққа қарай алып баратты да, қатты басқан сияқты. Еще суды басам, жетпейді, вообще қозғалмайды анау. Типа, и чё, бля, тресін май, и чё? Әшейін душқа түсіп алдым, и чё? Вообще қозғалмайды, осы аққым мен. Сәл, мынау да өмірге олып кеттім. Самолет отырмаңыз, ну, конечно, фотосны делаю. Фотодан көрген шығарсыз, хотя бы самолетта. Хотя бы нормально. Ничего, отырасыз самолетқа. Жаңағы әңгіменің соңы, жоқ әңгіменің соңы. Просто мен, жоқ болғанда просто мен күттім соңына дейін, уже. Анда адамдар есіп тұрып жатыр. Қазір босымыз дейді. Сөйтіп айтады, ертең аэропорттан уже шықсайшы деп все. Қалай қыз болды ма, или... Не, достар, сағат 5-тен 6 кетті. Біз Малика екеуміз әлі де ұйықтамадық. Болсам, бізге дейін наследникке драма көріп, 16-17 сериясына жеттім. Міне, достар, сағат где-то 6-дан кетті. Біз Малика екеуміз әлі де ұйықтамаған болатынбыз. Соны дейін көргендеріңізге көп рахмет. Лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер.